Ораза кезде адамды құсық шалатын болса, оның аузы ашылып кетеді ме, әлде жоқ па? Бұл тұрғыда ғалымдарымыз айтады, егер де ол адам өзінің еркінен тыс құсық келетін болса, ол бәрібір, ол көп болсын, не аз болсын, оның аузы ашылмайды дейді. Ол әрі қарай оразаны жалғастырып кетеді дейді. Бірақ та егер де ол өзі әдейі құсатын болса, онда ол адамның аузы ашылады, және де сол күнді әрі қарай толығымен өтеу керек дейді. Және де Рамазан айы біткеннен кейін сол күннің қазасын өтеу керек дейді. Бұл тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір сөзі келеді. Егер де адамды құсық шалатын болса, өз еркінен тыс болатын болса, онда бұзылмайды. Ал егер де өз еркімен ол адам құсатын болса, онда қазасын өтесін.